Сәлем достар, қадір түні не істеу керек? Мені жоғалтпас үшін лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларымды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Алдағы уақытта денсаулыққа пайдалы кеңестермен көбірек бөлісетін боламын. 2023 жылы сәуірдің 17-сінен 18-не қараған түні қадір түні болады. Қасиетті қадір түні ауыз ашқан уақыттан бастап сәресіне дейін жалғасады. Мұсылман қауымы үшін ерекше орын алатын бұл түн туралы Құран кәрімнің Қадір сүресінде толық жазылған. 5 аяттан тұратын сүреде Құранның Қадір түнінде жерге түсірілгені жайлы айтылады. Сонымен қатар ол 1000 айдан да қайырлы болып есептеледі. Алланың бұйрығымен жерге түскен Жәбірейіл періште адамдарға қызмет етеді. Қадір түнінде жел соқпайды. Айналада тыныштық орнап, жауын-шашын жаумайды. Бұл түні жерге түскен періштелер тастан да көп болып, олар адамдарға дұға етуге жәрдемдеседі. Қадір түнін ұйқысыз дұға етіп, құлшылықпен өткізген жөн. Ер адамдар мешітке барып, парыз намаздары мен нәпіл, қаза намаздарын жамағатпен бірге оқығаны жөн. Ал әйел адамдарға мешітке бару міндетті емес. Сондай-ақ қадір түнінде садақа берген абзал. Қадір түнінің қандай белгілері бар? Хадистерде бұл түн жанға жайлы, тыныш болатыны айтылады. Ауа температурасы қатты суық, не қатты ыстық болмайды. Аспанда жарық ай көрінеді. Қадір түнінде не істеу керек? Қадір түні басталғанға дейін толық дәрет алған жөн. Сонымен қатар теріс ойлардан жаны мен жүрегін аулақ ұстаған дұрыс. Осы түнде жасаған күнәлар үшін кешірім сұрап, өкініп, көп дұға еткен жөн. Құлшылық жасап, сауапқа кенелетін ең ұтымды уақыт қадір түні. Сонымен қатар Құран оқып, мағынасын түсініп, діни білім алған абзал екені айтылады. Қадір түнінде не істемеу керек? Зиян нәрселерден аулақ болған жөн. Дінде рұқсат етілмеген нәрселерді істеуге болмайды. Мысалы, ішімдік ішуге болмайды. Біреудің сыртынан ғайбат айтуға, бос әңгімеге үйір болуға болмайды. Түнде ұйықтамаған абзал, оның орнына құлшылық еткен жөн. Ұрысуға, біреу туралы жаман нәрсе айтуға болмайды. Фильмдер мен ойын-сауық бағдарламаларын көріп, уақытты бос өткізуге болмайды. Қадір түнін қайда өткізуге болады? Бұл түнді үйде немесе мешітте өткізеді. Түнді жалғыз да, жамағатпен де қарсы алуға болады. Қадір түнінде намаз, Құран оқылады. Сонымен қатар болашаққа жоспарлар құрылады. Өткен істері үшін кешірім сұралады. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет. Көпшілік қауым арасында Қадір ата мен қадір түнін шатастырып жататындар жиі кездеседі. Алайда Қадір ата мен қадір түні екеуі екі бөлек нәрсе. Көп адамдар қасиетті қадір түнінде Қадір ата келеді деп жатады. Ал расында ол қате пікір. Бұл түнде Қадыр баба елді аралап жүреді екен. Бұл түнде әрбір үйді жасыл шапан жамылып, қолына таяғын ұстаған ақ сақалды әппақ киінген Қадір ата аралап жүреді-міс. Оны таң атқанша күту керек. Қарт кісі үйлерге кіріп, сыйлық таратып кетеді екен деген қате пікірлерді ақиқат деп ұғатын адамдар да бар. Қадыр ата Хидр Алланың пайғамбарының бірі болған. Құранда Кахф сүресінің ол кісінің Мұса пайғамбармен оған Алланың сәлемі болсын арасындағы оқиға айтылады. Хидр пайғамбар да басқа адамдар сияқты дүниеден өткен. Оны келеді деу өрескел қате түсінік. Бұған дәлел Абдуллах ибн Омар оған Алла разы болсын риуаят еткен хадисте пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Бірде құптан намазын оқып болған соң сахабаларға бұрылып, мына түндеріңді көріп тұрсыңдар ма деп сұраған. Олар иә дейді. Сонда пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлем болсын. 100 жылдан кейін жер бетінде қазір тірі болған ешкім қалмайды деген. Бұхари және Муслим риуаят еткен. Қадір деген сөз ұлы және орасан зор деген мағынаны береді. Яғни қадір түні ұлы және орасан зор болған аса құнды түн деген сөз. Ұлы және орасан зор болатын себебі бұл түннің салмағы 1000 айдан да қайырлы. Бұл хақында Құран кәрімде қадір түні 1000 айдан да қайырлы деп баяндалады. Рамазан айы келгенде пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлем болсын. Ораза келді. Онда 1000 айдан қайырлы қадір түні бар. Кімде-кім сол түннің сауабынан құр қалса, барша жақсылықтан мақұрым қалмақ. Мақұрым адам ғана оның сауабынан құр қалады деп
жақсылыққа ұмтылуға шақырған. Сол үшін қадір түні Қадыр ата келеді деп дастархан жайып, есік терезелерді ашып қойып, ыдыстарға су толтырудың керегі жоқ. Қадір түні аспаннан періштелер түсетіні сөзсіз, бірақ олар суға тағы басқа нәрселерге мұқтаж емес. Өйткені олар ішпейді де, жемейді де. Ал Қадыр атаға қатысты айтатын болсақ, қасиетті Қадір түн мен Қадыр атаның бір-бірімен мүлдем қатысы жоқ. Екеуі екі басқа ұғымды білдіреді. Қадыр ата бізге, яғни қазақ даласы, мұсылман діні келмей тұрғандағы түсінік. Қазақ халқы ұлыс күнді жыл басы санайды. Бұл күн аспан денелері өздерінің ең бастапқы нүктелеріне келіп, күн мен түн теңелетін, жан-жануарлар төлдеп, адамдардың аузы аққа тиетін, жер үстіне шаттық орнаған күн. Қазақ елі осы күнді ұлыстың ұлы күні, ұлыс күн деп атаған. Мифологиялық түсінік бойынша 21 наурыз түні даланы Қадыр ата аралайды екен. Сол себепті осы түн Қадыр түні деп аталаған. Әр үйге кіріп шығады деген түсінік бар. Сондықтан бұл күні есікті ашып қойып отырған. Ал Қадір түніне келетін болсақ, бұл ислам, яғни мұсылмандардың түсінігі бойынша Алла тағаланың қасиетті кітабы Құран кәрімнің алғашқы аяттары түскен қасиетті түн. Алла тағала Қадір түнін берекелетті. Сол түнде Құранды түсіріп, басқа түндерден ерекшеледі. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.